достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін біз менімен сабақ оқитын боламыз. Менімен сабақ оқыңыздар. Видеоны қосып қойып. Алдыларыңызға кәмпит, шай, чипсы, жейтін заттардың бәрін алып алыңыздар. Біз видео бастаймыз. Мен уже бірінші математика оқимын. Бірақ ойланып отырмын. Музыкалық жинағы 70 музыкалық туынды. Все. Қазір жазамыз. Білемін, менің жазуым нормально. Нормально дегенде соңында жазуымды көрсетемін. Музыкалық. Короче, анаяқтан ыдыс-аяқтан, судан, анаяқтан короче, шлабраның шүлектердің дауысы шығып жатыр. Мен де ана комнатада бөлме болып жатыр. Анаяқта ыдыс жуып жатыр. Жинағында 70 шығармам. 70 шығар. Достар, мен 3-ші класс оқимын. Қараңыздар, сенбесеңіздер. Бірақ мен 4-ші класс оқуын алсам, өткен 9 жастағылар 4-ші класс оқиды. Шығарма. Мен 0 айды 2 рет оқыдым, біреуін садикте оқыдым. Негізі мамамыз 1-ші классқа берілген, бірақ алмай қойған. Шығарма. Оның қазір авторлардікі так, білмей атырмын. Қазір еще мазмұндаймыз ғой. Больно и горгольно, снимаю душа, чтобы были снимаю дага. Қазір достар күнде ойланмайын, сол кезде қосам. Әлі ойланып отырмын. Таптым. Короче, мен басым қатты жұмыс жасамайды, бірақ авторлардікі классика. Шығарма. Идан потом енгізілген салайықшы. Шешуін білмей жатырмын. Короче, шешу қиындау маған кішкене бәрі. Жетпіске қосам, не істеймін бәші. Қазір достар күтіңдер білмеймін. Короче, мен ойланып алдым. Сосын жазып жатырмын, короче. Видео қосымды кеттім. Как всегда, бәрінде сондай болады. Сондықтан мән бермен де, достар, ақпақшы келіп. Короче, комментарий жазып, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Короче, 5-ті болып қалдым. Осы бір есепті 1 сағат шығарамын мен. Аяғын көрсетіп. Арттағыларға мән бермеңіздер, мен басқа бөлмеге кіріп кеттім.
Борка иди. После успеха Ocean Eyes на них вышел Чаваш. лейбл Interscope Records. Они предложили контракт. Қасында досташқа тірінде. Мынау аяқ. Она и ее брат продолжили писать музыку дома. 15 лет она уже работала с Әсіне келдім, сосын бітті. Сосын мазмұндаймын жаратылыстанудан. Я думаю, потом ағылшыннан. Орындаймын ба, білмеймін, орындамай қойым. Андасында. Как обязательно қазақ тілде орындаймын. Әрқайсы. Короче, ойланып есіп шығатпастан, бірақ видео қосуды ұмытып кеттім. Сысым 160 тыңғы 4 нота. Нет, мне кажется, ты больше меня наберешь, если честно. Реально? Бірдей, Ну тут я уже не прям... екі, қорап. Или... А я вижу. А вот это... Да. Ну мы играем без подсказок, чтобы... Достар, ақпақшы, менің TikTok аккаунтыма тіркеліп кетіңдер. TikTok аккаунтымда былай жазасыңдар: Раяна, Робркс және Тока-Бока десеңдер, осындай түрім тұрады бір. Былай тұрмын, короче, соң көріп кетсеңдер. Авасы былай. Менің түрім тұрады авасында. Анда-санда түрім, мен блогспосттан түсіріп едім, блогспосттан. Көп просмотр. Айтамаймын да. Ой. Аяғым көрсете бердің ғой. Қасынан досташқа түсірінжеменіздер. Ну если 30 на игру будет неплохо. Татьяна. Ну, пока что... Екі қорап. Несложно, да? Да. Оно идет легко пока что. Олардың О, уже 20 сатып алынды. Ну это неплохо, конечно, но уже Сатып Ну, ты тоже без остановок идешь. Ой, что-то... алынды. Я не вижу. Да капец, а что? Говорят, девушки различают цвета лучше, чем парни. Ну, мы сейчас это проверим. Ничего белгісіз төленді. Говорят, девушки различают цвета лучше, чем парни. Ну, мы сейчас... Говорят, Ничего девушки различают төленді цвета лучше, чем 1000 парни. теңге. Ну, мы сейчас это проверим. 1000 Первый. теңге. Сонда Интересно, менде ой бар. 1000-ды азайтасың 168-ден, содан шыққан сады 4-ке көбейтесің. Мысалы, бұл TikTok түсіріп жатыр. Ну идешь пока, конечно, очень Қандай? уверенно. Мен білем ойнаған бірақ черновикте ол. Сосын шешуім. Нет, мне кажется, ты больше меня наберешь сейчас. Короче, осы қазір қазақ тілге келсем қоса. Я уже не прям... Ертең қазақ тілі бізде жоқ екен, расписанияны қарап қалсам, сондықтан мен қазақ тілі, жаратылыстанудан мазмұндап 2-ақ сабақ оқимын. Білмеймін, нені берген, 91-ші бетті оқу әйтеуір. Ну, оқымаймын, апай айтты, әйтеуір мазмұндап келуі. Деп жүрсің. Нені оқиды? Дым оқитын де жоқ. Онда достар, біз, короче, ауырлық күші дегеннен осы жатама ғарыштағы кез келген ғаламшарда айда ауырлық күші әсер. Осыны мазмұндай салайын ба? Давай осыны мазмұндай салайын. Ғарыштағы кез келген ғаламшарда айда ауырлық күші әсер етеді. Оның денеге әсер... Короче, достар, қазір мен мазмұндап болайын, сосын сіздерге айтып берем, камераны артқа қаратып айтып берем. Бізге мазмұндауға болдым. Мен мазмұндап болдым енді. Прям қатты емес, короче, айтып берейін. Ғарыштағы, міне өзім көзім жұмып тұрам. Сіздерге
Қарадылайын. Ғарыштағы кез келген ғаламшарда айда ауырлық күші әсер етеді. Оның денеге әсері ғаламшардың массасына және арақашықтығына байланысты болады. Ғаламшардың массасы аз болса, денені өзіне тарту күші де аз болады. Сондай-ақ дене ғаламшардың алыстаған сайын тартылыс күші де кеми береді. Достар, уже жаттап алған көрдіңіздер ме? Көзім жұмылып тұр, қараңыздар. Короче, аша салайыншы енді. Жаттап алып, қазір мен көзімді былай тұрам, енді айтам сіз. Былай тұрып айтам. Короче, енді айтамыз. Ғарыштағы кез келген ғаламшарда айда ауырлық күші әсер етеді. Короче, достар, кешіріңдер. Ана, бір рет көрдім, просто ұмытып қалған жерімді көріп жатырмын. Жаттап алған, бірақ ғарыштағы, короче, көзім жұма салайыншы. Ғарыштағы кез келген ғаламшардың айдың ауырлық күші де әсер етеді. Оның денеге әсері арақашықтыққа, короче, арақашықтық сондай болады. Азақ қаптым. Короче, осыны мазмұндап жатырмын. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Деп өшіп қаламын.